Қатын екенсің. Неге қатыным? Баланы жастан үйрет, қатынды бастан үйрет. Бір төбелесіп алатынымыз бар. Ханым дәрежесінен какой-то қатын дәрежесіне түсірсем деп едім деген сөз. Көрдің ба, сен түсіріп тастап тұрсың осы жерде. Асыл жарым дейді, шіп шіркін-ай деген өлең болды. Мейірімдім қағайны. Енді ол шіркін-айды сен ғана емес, бүкіл қазақ айтып жатыр ғой. Өзіне өте сенімді досыңды белгіле. Пікірге ойлаш, балықтар ән сал. Ойлаш, шашыма жан бітіп. Мөлдір тану ғылымының докторлары балықтардың ән салатынын анықтады ағайын. Ассаламуалейкум, автор бағдарламасының кезекті шығарылымы. Қазақ әндерінің мәтінінен мән іздеп, мазмұнына терең үңілетін сөз сақшылары Мөлдір Айтбай Және менің серігім Айтбек Тұрсынбай. Осыған дейін біраз әндерді талқыладық және әншілердің кері байланыс жасап, алғысын айтып, өз қатесін мойындап жатқандар бар, және мен ол әнді өзім шығарған жоқпын деп мойындамай жатқандары бар, және сол әншілердің жанкүйерлері әлеуметтік желілерде бізді мазалап, таңертеңнен кешке дейін қолдарың бос па деп түсінбей жатқандары да бар. Ең көп жазылған пікір Во қолдарың бос па деген пікір ғой. Біздің қолымыз бос емес, біздің өзіміздің өміріміз, өнеріміз, шығармашылығымыз, жұмысымыз, күнделікті қарбалас әйелге ерге тән тіршіліктеріміз бар. Бірақ осының барлығының ортасынан уақыт тауып, қаншама қаражат жұмсап, күш қуатымызды жұмсап, осы нәрсені біз қолға алдық. Өйткені бұл сөзге сақшы болу, мен сенің жасайтын шаруаң болмаса, онда басқа ешкімге қатты басын ауыртқан жоқ. Алаңдайтын, сынайтын адамдар көп. Бірақ қолға алатын ешкім табылмағаннан кейін мен бұл бағдарламаны негізі 2 жыл ойландым. 2 жыл ойландым. Бұл бағдарламаны бірінші Диана Исмаиловамен түсіретін болдық. Кеңес Әлімжанмен түсіретін болдық. Бибігүл Тілеболдинова дейтін айтыскер өзіміздің құрбымызбен түсіретін болдық. Сөйтіп ақырсында Айтбек екеуміз мінекей сіздердің алдарыңызға бүгін бізде 8-ші шығарылым шығып отырмыз. Мөлдірдің 2 жыл ойланғанын 2 күнде бастап кеткен Айтбек Тұрсынбайға жарайсын деп пікірлеріңіз жазып кетсеңіздер болады. Иә, оны мойындау керек. Мен Айтбекке қалай айттым, содан бастап Айтбек маған кәдімгі қарзыдан ұқсатып, қашан бастаймыз деп іздеп хабарласып, мінекей осы Айтбектің қайтпас қайсар мінезінің арқасында біз бастап кеттік. Міне бүгін бізде 8-ші шығарылым, бұйыртса 8 деген шексіздіктің белгісі. Сіздердің алдарыңызда үнемі осылай бағдарламамызбен шығып тұрайық. Сіздер де бізге шексіз махаббаттарыңызды аямай каналға жазылып, арнаға тіркеліп, пікір жазып, лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін қандай ән талқылаймыз? Әттең-ай деп бастайтын әніміз. Әттең-ай деп бастайтын әніміз. Бұл әннің сөзінде мін жоқ. Сөз әдемі. 6 жыл болған екен шыққанына, Тойдуман арнасында 17 миллион қаралым жинаған екен. Әннің сөзі, ұйқасы, мағынасы, астарлы ойлары барлығы өте әдемі. Бірақ сендер кімсіңдер деп атсыздар ғой енді сіздер. Сендер кімсіңдер сынайтын деп атсыздар ғой. Біздің кім екенімізді білдіру мақсатында жалпы мен бүгін өзімнің досым Айтбек Тұрсынбайдың өлеңін алып келіп отырмын. Әнді орындайтын Әзімбек Байлин, әннің аты Қатыным. Бәсе жаңа неге сонша мақтап жатыр деп едім. Енді әттең-айға менің әнім талқылайын деп жатыр. Кеттік, бастайық. Ал енді қай жер әттең-ай деп жатсыз ғой, мен сізге мәтінді оқып берейін. Өзіңіз не жазғаныңызды білесіз ғой, Білемін. Иә. Қазір әттең-ай дейтін жерін айтамын сізге. Орындаушы Әзімбек Байлин. Әнін кім жазған? Әні өзбектің әні бұл. Өзбектің әні. Тойға арналған ән ғой. Плагиат, иә. 17 миллион қаралым деген өте жақсы. Қуаныштым сіз үшін. Бірақ мәтінді оқиық, иә. Қуанып бірге жылаған, бар мінезіме шыдаған, бағыма менің айналды жанымда жүрген бір адам. Қиялмай туған өңірі, құлазып қалған көңілі,
бойжеткен қыздың бір күнде өзгерген еді өмірі. Себебі мендей табылған өмірлік теңіз серігі атанған еді осылай анамның аппақ келіні. Қабырғам сенсің ақылым, жанашыр, жаным, жақыным. Ризамын саған, ризамын, қатыным менің қатыным. Бұл жерде өлеңде әттең ай дейтін ештеңе жоқ. Бұл жердің әттең айы тақырыпта. Неге қатыным? Неге нәзігім емес? Неге аяулым емес? Неге сыңарым емес? Неге қабырғам емес? Неге жанжарым емес? Неге сүйіктім емес? Неге балаларымның анасы емес? Неге отанасы емес? Неге қатыным? Сен ақын басыңмен өстіп қыздарды қатын десең, мейлі, ол сенің әйеліңді өзің қатыным деп айтатын шығарсың, білмеймін, жабайым деп айтатын шығарсың, кемпірім дейтіндер бар кейбіреулер, әркім әртүрлі айтады енді. Бірақ жалпақ жұртқа келіп қатыным деп айтудың не себебі болды? Біз расымен мына әнді талқылап отырмыз ба? Мен талқылап отырмын. Неге қатыным мысалға? Қатын екенсің. Былай, құрметті достар, қатын деген сөз архаизмге айналып кеткен көнерген сөз. Яғни ғұндардан бері қарай тартатын болсақ, тарихтан қағанның әйелі патшайымды әйелін, кеңесшісін хатун деп атайтын болған. Хатун дегенде бізге анау Сүлейман Сұлтанның киносы Хюрем хатуннан бастап, көне түрік тілінде хатун деген ол кәдімгі әйелдерге берілетін, әйелдердің ішінде дана әйелге берілетін бедел, атақ, дәреже. Ана сериалда ондай емес, бәрі хатун. Қатын деген сөз, ол мән мағынасы бар. Қазіргі тілде біз оны бір дөрекі сөз деп, не болмаса бір ұрысқан кезде, нәзік жандыларды кемсіткен кезде, ашуланған кезде айтылатын сөз деп қабылдап қалғансыздар. Бірақ ол ондай емес. Ол ондай емес. Тіпті Орхон Енисей жазуында, Күлтегіннің тоны көк жазбаларында анам қатын дегенге жолығасың. Баланы жастан үйрет, қатынды бастан үйрет. Бізде қатын болғанбыз, қапқа тары салғанбыз. Қатының жақсы болса үйіңе көп кісі келеді, жаман болса келген кісі кеткісі келеді, шай құй десең төккісі келеді, төкпей құй десең сөккісі келеді. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады деген сөз бар еще. Сосын жаңағы төрде отырған ханымын қатын етсем деп едім, туырлығын тілгілеп, отын етсем деп едім дейтіндер бар. Ханым дәрежесінен какой-то қатын дәрежесіне түсірсем деп едім деген сөз. Көрдің ба, сен түсіріп тастап тұрсың осы жерде. Енді осы жерде неге мысалға ханымым менің ханымым емес, неге қатыным? Мен осыны, мына өлеңнің шыққанына 6 жыл болды. Енді мен сені танығаныма бір 10 жылдың көлемі болған шығар. Сұрайым, айтамын деген ойым болатын, бірақ бүгін сұрағым келді ғой өстіп. Бір бағдарлама арнадым ғой саған мен өліш. Жаным дейтіндер көп, асыл жарым дейді. Бірақ қатыным деген сөзде тұрған ешқандай әбестік жоқ. Тағы да қайталап айтам, бұл ән шыққан кезде талқыланған көптеген ақындар тек атынан ғана үркейді. Әз Жәнібектің кеңесшісі, ақылшысы болған Жиренше шешен. Ақылына көркі сай, қара шаш сұлу. Ең ақылды дана әйелдің бірі. Қара шаштан айырылған кезде Жиреншенің айтатыны бар: қатын өлді, қамшының сабысынды дейді. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының Күз деген өлеңінде бар. Жас қатындар жамап жатыр ескі үйінде. Жоқ, айтбек, мен бұның барлығын білем. Қатын деген сөздің жалпы түп тамыры қайда жатыр, мағынасы қандай екенін білем, бірақ қазіргі қоғамдағы қолданылатын ретін айтып тұрмын мен. Қазіргі қоғамдағы қолданылатын орны, мағынасы, мәні біраз біз төмендетіп алғанбыз бұл сөздің мағынасын. Төмендетпеуіміз керек. Төмендетпеу мақсатында осы әннің арғы жағын соңына дейін оқысаңыз. Жақсы, мен оқиын, соны оқыңыз. Билеші биле тартынба, тыңдашы тыңда, ал тыңда. Ұнайсың қатын ұнайсың, көңілді осы қалпыңда. Жақында жаным жаныма, бағалап бала бағыңа, сөзіңе, көзіңе, өзіңе ғашық боп қалдым тағы да. Екінші шумақ. Ақылын айтып хандарға, үлгілі болған бар жанға, еліне сыйлы әйелді теңепті биік заңғарға. Атаған екен қатын деп, күйеуі кемпір шалдарда, ел аналары қуанған бұл сөзді естіп қалғанда. Түсінбей біреу күледі, тарихы терең таңданба, білгенге бұл сөз мәртебе, қатын деп айтсам шамданба. Бұзылмай жеткен бүгінге бабадан қалған заң барда, қатыным деймін құрметтеп, бойымда қазақ қан барда. Сенен басқа бойында қазақ қаны барлардың барлығы қатын деген сөзді Махамбеттің көзқарасымен айтып жүр. Жаным, күнім, айым, балапаным деп еркелете бересіздер. Әркім қалай еркелетсе де өзі біледі. Бірақ
қатыным деген сөздің қадір қасиетін қашырмай, оны базарда ұрсып жатқан кезде айтылатын емес, не болмаса бір мазаңды алған кезде қатын екенсің деп айтылатын сөз емес. Мен неге маған қатын екенсің дедің жаңа? Жаңағыны айтты ғой маған. Мәртебеңізді көтеріп отырмын ғой. Қатын екенсің. Сен мәртебемді сәл маған ренжіген дауыспен айттың. Жоқ, қатын екенсің деген соның ішінен бірдеңе тапсаңыз, онда ақылда қатын екенсің деген сөз. Ол мәртебе ол. Рас айтам. Камера өшкесін бір төбелесіп алатынымыз бар. Нағыз ер азаматтар, еркектер қатыным деп сақтап қойыңыздар. Қатынымға барлас жатыр деп. Жақсы ғой. Сонымен бұл шіркін айдың, әттең айдың өлеңі болмады ма? Бұл әттең ай болмады, шіп шіркін ай деген өлең болды. Әттең ай бөліміне алып келгеніме ренжіме, бірақ мен бәрібір қатыным деген сөздің түпкі мағынасын біле тұра қоғамдағы қолданылу реті болғандықтан, көп адамның ойындағы бар мәселе болғандықтан алып келіп отырмын. Әйтпесе сенің ақындығыңа күмәнім жоқ, досым. Осыған жауап берген мен бір айтыста. Әр сөздің терең түсін, мағынасын ойланбасаң сөзіңнен жаңыласың. Қатын деген ән жаздың деп сынайсың, сол сөзге қатырып жүр бәрі басын. Қатын деген негізі орынды сөз, тереңнен ұғу керек мағынасын. Тіпті Орхон Енисей жазуында анам қатын дегенге жолығасың. Шымкентте қатын көпір дейтін жер бар. Бара қалсаң базарда сабыласың. Мөлдір өзің қатқан қатын болшы, Айтбектің қатынын нә қыласың деген бола ма, болмай ма? Жақсы, әттең ай. Мейірім қашан бағаланыпты, балада ұмытты, данада ұмытты. Біреуге кішілік көрсетсем өзін биік санайтын бола қалыпты. Құрметтеймін деп құрметсіздеймін, кешіп көрмеппін күндестің кейібін. Мейірімді болу міндет адамның, мен міндетімді міндетсінбеймін. Бірақ кім оған баға береді? Шетке қыстырып салама мені. Мейірімді тек жүрек сезеді, мейірімді тек сана көреді. Бәрібір болмас елеп ескерім. Көтер алмаймын зор өрескелін. Қатыгез болып кетем ау енді. Жүрегім жалғыз, көп емес мен. Неге мейірім туралы өлең оқып кеттің? Өйткені мен өзім бүгін мейірім дегеніме тағы да көзім жетті. Не үшін? Менің әнімді қатыным деген не сөз деп отқанда, мен бүгінгі шіркін ай айдарына мен сүйсем сүйемін деген Мөлдір Айтбайдың сөзіне жазылған әнді алып келдім. Мейірімдімін ағайын. Енді ол шіркін айды сен ғана емес, бүкіл қазақ айтып жатыр ғой. Өзіне өте сенімді досыңды белгіле. Пікірге. Мен сүйсем сүйемін деген әнді бұған дейін айтылған нұсқасында, жаңарған нұсқасында баршаларыңыз тыңдап жүрсіздер. Әлеуметтік желіде кеңінен танымал болған ән. Сөзі де жақсы. Мен сүйсем сүйемін дәуірді қалғатып. Мөлдір әннің мөлдіреген сөзін, мәтінін Мөлдір Айтбай мөлдір етіп оқысын. Шығу тарихын айтып кетсеңіз болады. Енді оны шығу тарихында ешқандай шығу тарихы жоқ. Үйде отырып, жақсы көріп, біреуді сүйіп жаздым. Бірнеше жыл бұрын. 2015 Ол арнайы әнге жазылған сөз емес, бұл поэзия. 2015 жылы бұл өлең поэзия ретінде шықты. Ол кезде Фейсбукқа, Инстаграмға жариялағам. Одан кейін 2017 жылы Сыйлық деген кітабым жарық көрді, жыр жинағым. Сол кезде Мақсат Рахмет Алашұлы тобындағы Мақсат деген досымыз бұл өлеңді қатты ұнатып, Аршат деген жігіт бар ғой қазіргі, сол Аршатқа ән шығартты. Сөйтіп Мақсат орындайын деп жүрді. 2017 жылы, ұмытпасам, Күнсұлу да бұл өлеңге ән жазды. Сөйтіп ол бірінші шығарып жерді. Сосын бұған бұны Мақсат орындаймын деп айтқан, Аршат деген жігіт ән жазып қойған деп едім. Ол да шығара берсін, мен де шығара беремін. Кімдікі ұнайды, солай шығады деді. Кейін бұл өлеңге Ғазизхан ән жазды. Сөйтіп Ғазизханның жазған әні. Мақсат жазбады. Мақсат жазбай қойды Күнсұлу шығарып жүргеннен кейін. Сосын Ғазизхан өзі ән жазып, бөлек ол өзі жариялады. Қазір екі нұсқасымен де елдің көңілінде жүр. Енді жазған кейбір адамдар сұрап жатады, қалай жаздыңыз, сондай сүюге бола ма деп сұрап жатады. Ән жазған Ғазизхан Шекербек, сөзін жазған Мөлдір Айтбай. Мен сүйсем сүйемін. Мен сүйсем сүйемін. Түндерді жарық қып, тілдерді ғаріп қып,
сезімге қарық қып, ақшамда көкжиек, қызылын қанық қып, мен сүйсем сүйемін, көктемге гүл беріп, тотыдай түрленіп, уақыттай сүрленіп, тірліктің ең соңғы деміне үлгеріп, мен сүйсем сүйемін, дәуірді қалғытып, даланы шаңғытып, шашыма жан бітіп, өртімді өшірер шілдеден қар күтіп, мен сүйсем сүйемін, түнекке тамсанып, жүрекпен жар салып, балықтар ән салып, ажалым келсе де күлімдеп қарсы алып, мен сүйсем сүйемін, алаулап жалынсыз, ағылып ағынсыз, жайқалып тамырсыз, сағаттың тіліндей сағынып сабырсыз, күнімен түнімен, ғасырдың үнімен, арымның құнымен, махаббат дінімен, мен сүйсем осылай, сүйемін шынымен. Ойлаш, балықтар ән салып. Ойлаш, шашыма жан бітіп. Мүмкін емес дәрежеде сүйген болып тұрмын ғой. Сондай бір ес түссіз, иә? Оны Ғазизхан да бір ес түстен айыратын ән жазды. Сөйтіп қазір біраз адам ес түстен айырылып тыңдап жүр. Аллаға шүкір деймін. Енді мен бұл өлеңді бір 2 күн 3 күнде өшіп қалатын өлең деп ойламаймын. Бірнеше жылдардан кейін де қалай ол балықтар ән салып деген сөз қалай тапты екен деп 100 жылдан кейін бір ұрпағым зерттеп жатса, Мөлдір тану ғылымының докторлары балықтардың ән салатынын анықтады ағайын деп отырсың. Иә. Сосын мына жер бар. Күнсұлу орындаған нұсқада мен негізі бұл өлең жазған кезде күнімен түнімен, арымның құнымен, мұсылман дінімен, мен сүйсем осылай, сүйемін шынымен деген болған. Кейін Ғазизхан айтты да, махаббатты бір ғана дінге тіреп қоймашы деді да. Христиандар да сүйеді ғой, буддисттар да сүйеді, атеисттар да сүйген біреулер деді да. Сосын Сиддхартха Гаутаманың ұмытпасам, қазір біреудің сөзін айтуға қорқатын болдым. Кейіннен бір ақсақал деген сияқты кесіліп алып шығып кете ма деп. Ұмытпасам, соның сөзі болу керек. Әлемде бір ғана тіл бар, ол жүрек тілі. Әлемде бір ғана ұлт бар, ол адам ұлты. Әлемде бір ғана дін бар, ол махаббат діні деген. Жалпы кез келген діннің түпкі сенімі келгенде махаббат қой. Ол сол өзінің Құдай деп таныған нәрсесіне, Аллаға деген махаббат. Аллаға деген махаббат, өзінің жаңағы бүйтіп отыратын жаңағы өзінің бір пұтқа бір табынуы, ол соған деген махаббат, жаңағы крестке байланып тұрған Исаға деген махаббат. Жалпы кез келген діннің түбірі махаббат қой. Сенімнің түбірі махаббат. Сол сөздің түбірін алып махаббат дінімен деп өзгерттік. Әдемі ән, әдемі мәтін және өз орындаушысын тапқан. Шіркін-ай. Бүгінгі бағдарламаны біз өзімізге арнадық. Жоқ, бүгінгі бағдарлама маған қатты ұнамады ағайын, өйткені менің қатыным деген сөзім ұнамай қалыпты. Мөлдірге өте ұнады. Мөлдір айтпайтын шығармашылық кеші болды ағайын. Мен жүргізіп беріп отырдым. Менің шығармашылық кешіме келген барша ағайынға алғыс айтамын. Мөлдір өлең арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Пікір жазып, лүпіл басып, бөлісіп отырыңыздар. 18 мың қаламның авторы, жаратушы баршамызға жар болсын. Әттең-ай дейтін күндерімізден, әндерімізден, шіркін-ай дейтін күндерімізбен әндеріміз көп болсын. Сөзді ойнатуға болады, сөзбен ойнауға болмайды. Сау болыңыздар.